Бәріңе сәлем, көптен бері жоғалып кеттім ба? Мен күйеуім барып, қайнапамның үйінен осындай хлеба печкасын алып келді. Яғни қамырды өзі илейді, өзі пісіреді, в общем, дайын қылып береді ғой. Рахат екен. Әжде күйеуім өзі андай рецептілерін, нелерін бәрін оқып жатыр, журналын ше. Мен болсам осының ішіндегі мусорын тазалап жатыр, мә түбіне деген жиналып қалады екен. Сонымен тазалап жібердім да, сосын түбіне аштыққа салдым, оның бетін ұнмен жауып тастадым. Сөйтіп оның бетіне тұз бен қантты салдым. Одан кейін холодильниктен нені алдым, май мен жұмыртқаны алдым да салып жібердім. Одан кейін бетіне су құйдым. Сөйтіп әйтеуір анаған салайын десем, бүйтіп бұрап бірдеңе қылып бекітеді екен. Сонымен күйеуім істеп берді. Күйеуім айтып тұрды, мына жерде басып тұрдым, таңғы сағат нешеде пісірген қалайсың дейді. Сосын 7:30-да дайын болсын дедім. Сонымен уақытты қарасам 6 сағат 21 минуттан кейін піседі деп тұр. Сосын жаңа қарасам 5 сағат 57 минуттан кейін піседі деп тұр. Яғни сағат түнгі қазір 1:30 болды. Азанда ыстық нан жейміз бұйырса.